Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сүтті қыз дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сливочный масломыз керек, 82%. Оны ертіп алсаңыздар да болады, болмаса комнатный температурадан қоссаңыздар болады. Вот сливочный, соны біз таза ыдысымызға құятын боламыз. Ыдысымыз кепкен, таза болу керек. Үстінен бір банка сгущенкамыз керек, соны құямыз қыздар. Соны құйып біткеннен кейін жұмыртқамызды қосамыз. Негізінен 2 жұмыртқа жарайды. Менде жұмыртқаларым кішкентай болғаннан 3 қостым. Бәрін әбден избивать етіп аламыз миксердің көмегімен. Жақсылап избивать етеміз. Одан кейін ұнымызды қосамыз. Ұнымызға біз разрыхлителімізді араластырып аламыз. Ақырындап сеуіп отыратын боламыз. Қыздар, барлығын бірден ұнды үстінен сеуіп жібермейміз. Осылай бөлікпен сеуіп отырамыз. Әбден араластырамыз. Ұнның несі қалмау керек, қыздар. Бәрі толық сіңісіп бір-біріне жақсы араласу керек. Соны духовкаға салатын боламыз. Духовкаға салып қойдым, бөліп қыздар, диаметрына қарай бөлсеңіздер болады. Кімге қанша сантиметр керек объем? Мен 18 сантиметрмен 10 штук бізде тесто шығатын болады. Енді бетін қосатын ортасына начинкасын дайындаймыз, қыздар. Осылай сливкамызды, творожный сырымызды и сахарный пудрамызды үшеуін біріктіріп араластыратын боламыз. Міне осындай әдемі тесталар шықты, қыздар. Енді осыны жинайтын боламыз. Диаметрімді қойып алдым өлшеген ретінде. Бір-бірін қойып, үстіне арасына начинкамды салып, осылай әдемілеп жағып, холодильникке қойып қойдым. Енді біз кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін тоже творожный сыр, сахарный пудра и 70 грамм майымыз керек болады. Міне уже қатырылған күйінде холодильниктен алып шықтым. Қыздар, міне тортым дайын болды. Осындай оформление жасадым. Өте жұмсақ әрі тәтті болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын. Ұнап жатса каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.